Егер де сіздерде резко финансовый каналыңыз жабылып, ешқандай еш жерден ақша келмей қалған жағдайда, онда осы техниканы жасауға болады. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Видеоның алдында мен сіздерге бұл техниканы атап өттім. Егер де сіздерге шынымен ақша келмей қалған жағдайда болады, мысалға ақша таппай қалатын кездеріңіз, сол кезде жасауға болады. Ақша потогын жақсы ашады. Бұны әр айда для профилактика жасауға болады. Жұмыстарыңыз, бизнестеріңіз, жолдарыңыз жабылып қалмау үшін. Бұны убывающая луна, қазір енді кішірейіп келе жатырған ай ғой, қазір убывающая луна бізде. Себебі 8 ноябрь күні ай толды, содан кейін уже ай кішірейіп бара жатыр. 9, 10, 11 уже 3-ші күн, бүгін ертең 4-ші күні убывающая лунаның. Сондықтан бұны ертең жасауға болады, ары күні жасауға болмайды. Келесі айда убывающая лунаның 4-ші күн жасауға болады. Ертең жасауға міндетті түрде ертең жасаңыз, ары күн жасауға болмайды. Бүгін енді жетіспей қалдыңыз, мен де салуға жетіспей қалдым бұл техниканы. Күндіз салуға жетіспей қалдым. Ертең жасауға болады, достар. Ол үшін біздер үйден сыртқа шығу керек, немесе балкон болса, балконға шығасыз, есік терезе ашық тұрған болса, сыртқа шығып, айға қарайсыз. Міндетті түрде ай көрініп тұру керек. Айға қарайсыз да дұғаны 4 рет оқисыз. 4 рет оқисыз, әркім өзіне жасау керек. Бірінші дұғаны бір затқа көшіріп алың, я болмаса соткіден де оқи беруге болады. Дауыстап 4 рет оқисыз, оқып болғаннан кейін ішке кіресіз. Ішке кіріп, кранға барасыз. Кранға барасыз да, кранды ашып, ағынды суға, манағы дұғаны тағы 1 рет оқисыз. Только 1 рет оқисыз. Оқып болған бойдан қолыңызды, осылай алақаныңызды судың астына ұстайсыз да, бетіңізді, беті полностью маңдайларыңызға, жақтарыңызға, иектеріңізге, бәр жеріне су тию керек. Бетіңізді сипап, 1 рет шайып тастайсыз. Болды, одан кейін бетіңізді сүртпейсіз. Жаңағы су бетіңізде кеуіп қалу керек. Бұл ақша потогын жақсы ашады. Жасап көріңдер, басқа еш нәрсе жасамайсыз. Әр айдың убывающая лунаның 4-ші күні жасауға болады. Тек 4-ші күні емес, 1-ші, 2-ші, 3-ші күні және 4-ші күні жасауға болады. 1 рет жасайсыз айына. 1 рет жасағанның өзі жеткілікті. Одан кейін сіздер біреу қарызын бере бастайды сізге, не болмаса саудаңыз жүре бастайды, білмеймін, әйтеуір ақша келе бастайды сізге. Аспаннан ақша жаумайды, қимылдамасаң ақша жоқ деп біреулер ойлайды, ондай емес. Ақша келе бастайды, бұрынғы қарыздарыңды береді, немесе білмеймін, әйтеуір қаяқтан болса да сізге ақша келе бастайды. Осыдан кейін жасап көріңіздер. Бүгін қолым тигесін сіздерге салайын деп тырысып жатырмын, достар. Лайк бас, мені қолдап кетіңіздер, мен үшін маңызды. Мен ол үшін мотивация алам. Түсінбей қалған заттарыңызды комментарийға жаза беріңдер. 24 сағат ішінде, даже одан да бұрын мен барлығына жауап берейін деп тырысамын. Комментарийдан жаза беріңдер. Бармын, тірі адаммын. Бұйырса Инстаграм парақшамды да ашып қаламын деген ойдамын. Қазір просто 2 жерде жұмыс жасап жүрмін. Бір жұмысым жаңа жылда бітеді. Тек қана бір жұмыс жасайтын боламын. Сол кезде кішкене уақытым болады бұйырса. Осыдан бұрын бір көрерменнің сұрауы бойынша дуадан қалай құтылуға болады, немесе жаман энергия, дуадан, қарғыстан қалай құтылуға болады деген менен техника сұраған екен. Соны шығардым, достар. Көрмеген болсаңыз, соны қарап видеоға өтіп көрсеңіз болады. Сәттілік, достар. Мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сәттілік, достар.